Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келгенде қажыдық, жалықтық. Қалып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсе, менше сүй. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күн етпек. Әуелде бір суық мұз, ақыл зерек, жылыққан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулылық, қалыпты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады, білсең керек. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күрелдік, ер табылса жарайды, қалса сұхбат. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтық балы соқпақсыз жерде өстім, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Пайданы көрсем, бас ұрып, мақтанды іздеп қайғалма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей, бәйге алма. Өзіңде бармен көзге ұрып, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, әуреге қалма езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық жоғары колледжінің ұжымы қазақтың кемеңгер жазушысы, ұлы тұлғасы Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған «Жүрегімнің түбіне терең бойла» челленджін Абай атындағы мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп-гимназия ұжымынан қабыл алып, челленджді жалғастыру үшін Тараз сервис және технология колледжінің ұжымына жолдаймыз.